Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, эфирде Тұран төрінде хабары. Хабарымыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының докторы, профессор Ислам Жеменей ағамыз арнайы келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қош болдық. Әрине, Тұран төріне, оның ішінде мынау Түркістанға қош келдіңіз дейміз. Әрине, мынау Түркістан жалпы қазақ халқы емес, күллі түрк үшін, халықтар үшін де ерекше ғой. Сіздің жүрек түкпіріңіздегі Түркістанды біле кетейікші аға. Енді Құдайға шүкір, Түркістан ішінде бір азаматтың еңбегінде еңбек жасадым деп айтарам өзім. Себебі 1990 жылы жаңағы Түркістан университеті қаланғаннан мен басшылығымен жақын қарым-қатынаста болдым. Түркістан түрк дүниесімен байланысып, Түркиямен ортақтасып бір университет болу керектігі идеясын айттым. Содан кейін 1996 жылы 4 жыл осы университетте қызметте болдым. Сондықтан Түркістанның сол жылдары жаңағы қаншама қиын қыстау жылдары есімде. Бұл жерде бәр нәрсеттен қысылатын едік. Су десең, электрик десең, жол десең. Енді бүгін мәселен мына қазіргі Түркістан жер мен көктей. Бұлай айтқанда, әсіресе мен жаңа келе жатқанда таң қалдым. Осы жақын арада осы Түркістанның халық саны 1 миллионға барады деген ойдамын. Себебі әжептәуір дамып келе жатыр. Барлық кемшіліктермен айтылып жатқан, естіп жатқанымыз. Содан мәселен жаңа арылып, Түркістанымыз деген тек қазақ емес, бүкіл түрк әлеміне, бүкіл әлемге гүлденген бір мақтан тұтатын қала болсын деп тілекте жүрген адамбыз. Жақсы, тамаша. Өзіңіз бүгінде енді біздің қазақ жерінде еңбек еткеніңізбен, парсы дейміз елі Иранда туған екенсіз. Тарихыңызды түгендей кетсек, әкеңіз Ақмұрат Қажы кезінде енді оқығандар мен тоқығандарды қудалады ғой кеңес үкіметі. Сол кезде құланып Иранға қоныстанған екен, сонда туған екенсіз. Бүгінде елге қай уақытта келдіңіз, о жақтағы диаспора жайы қалай? Енді мәселен 1990 жылы Шығыстану факультеті 89 жылы ашылды ғой. Сосын мәселен парсы тілі ашылғанда мамандар іздеп, сол кездегі Шығыстану факультетінің негізін қалаушы деканы Әбсаттар Қажы Дербісәлі мені сол Иранда келіп, Түркияда оқып жүрген жерімнен тауып, шақыру жіберіп, мені алғызды. Мен сол 90 жылдан бастап жұмысты 1 жылға контрактқа жұмыс істеп бастап едім. Келесі жыл білесіңіз тәуелсіздік. Жаңа самал есіп, қыркүйекте жаңа бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевпен жаңа Истанбулда кездесіп, содан ары қарай біздің мәселені жұмыс істей беруге осы жерде тура келді. Ол кездегі үлкен ағаларымыз, мәселен университетте жүрген Тұрсынбек Кәкішев ағамыз сияқты, Зейнолла Ғабдулла ағамыз сияқты бәрі қолдап, өзіңіз білесіңіз, осы Түркістан тумасы жаңа Рахманқұл Бердібай ағаларымыз бар, Мекемтас Мырзахметтілер бар. Ол енді жаңа Әбсаттар ағаның мәселен бастамасын қолдап, бәрі осы жерде менің қалуыма мұрындық болды. Сосын мінекей бүгін бұлай айтқанда 34 жылдан бері бұлай басты бұрмай, олардың тапсырмасы маған еді. Біздің қазақтың тарихы, түркінің тарихы бәрі парсы тілінде. Сен соларды мәселен жаңа қазақ тіліне аударып, соны айналымға салып, түп нұсқадан біз бұдан былай тарихымызды зерттеуге мүмкіндік жасауға мүмкіндігің бар да, осында тырп етпей жұмыс істе деп, жан-жақтан қолдау білдіргенсін. Мінекей Құдайға шүкір жұмысымыз сол жылдан бүгінгі дейін жалғасып келе жатыр. Бәрекелді, ат айналып қазығын табады дейтін де сол ғой. Тарихи отаныңызға оралып, елге еңбек етудің өзі үлкен бір бақыт қой әрине. Енді жаңағы айтқандай мен Иранда Горган деген қалада тудым. Горган деген қала сонша табиғаты әсем, елі мәдениеті сонша жоғары, адам ол жерді мәселен жаңа кемшігін айтуға аузың бармайды. Сондай мәселен ортада жақсы ұстаздардың қолында тәрбие көрдім. Мен мысалы жаңағы атадан елімді сүюді үйрендім. Елім мәселен көрмеген мәселен қазағыма ғашық болдым. Бірақ мәселен жаңағы мектепке барғанымда жаңа Иранның әдебиеті, Иранның мәдениеті, тарихы менің жаңағы атамнан алған сезімді бұлай тәрбиеледі, жетілдірді.
Сондықтан мәселен жаңағы елді сүю, мемлекет сүю не екенін түсіндім да. Себебі ирандар өте патриот. Сосын біз былай әрқашан бір мәселе былай қарауымыз керек. Саясат пен мәдениетті бір қарамау керек. Мәселен халықтың өзіндік бір мәдениеті бар. Өзіндік бір қасиеті бар. Сол қасиет деген мәселен 3000-4000 жылдық мәселен қасиет солардың бойынан көрінеді. Мінекей. Сосын қазақ диаспорасы әр жерде әр түрлі. Мәселен Ирандағы мәселен мына қазақ диаспорасы мен ойланам өте еркін өсті. Бірақ мәселен бәрі зат шектеулі. Мәселен сенің білім алуға, сенің мәселен жаңа деген кәсібіңе ешқандай кедергі жоқ. Бірақ мәселен мемлекеттік мәселен неде? Ол жерде 7 атаға дейін қарайды. 7 ата, 5 ата кемінде өткеннен кейін ақырындап мәселен өте жоғары деңгейге де көтеруге мүмкіндік алады. Бірақ сол 5 ата, 7 ата өткенше сізді белгілі бір сатыдан жоғары қарай нетпейді, бірақ ешқандай да сізге қиындық тудырмайды. Алтайдағы, Қытайдағы қандастарымыз сияқты мынау кедергі не жоқ? Ондай жоқ. Сен енді қара, аты мұсылман ғой. Бәрі бір ана жүректе иман бар. Иман бар жерде адам қатты қорланбайды. Мысалы, емен еркін қазақтар сол жерде қазір өмір сүріп жатыр. Мен сізге айтсам, қазақтың деген Иранда сіз салыстырмалы түрде бір күн зерттеу басталады ғой. Шет елде мәселен мына Ауғанстан бар, Иран бар, Түркия бар, ненің бәрін салыстырғанда біздің қазақтардың оқу мәселен жаңа пайызымыз ғой, несі жоғары. Мәселен оқымысты өте көп бізде. Жаңа университет. Біз енді тек қана не үшін біздерді құрметтейді, біз аға буын болғасын. Біз мысалы университет жоғары оқуды бірінші бастағандармыз, бір 5-6 жігіт. Енді ол кезде жігіт едік. Қазір енді не дейміз? Қария болдымыз. Ел ағасы болдық. Ел ағадан да кеттік. Шыны керек болса. Сол мысалы бұлардың бәрін қарап отырсаң, жаңағы Иранда мәселен біздің ізімізден кейін көптеген мәселен жастарымыз, ұл-қыздарымыз оқып, қазір Құдайға шүкір түрлі мекемелерде, оқу орындарда, университетте ұстаздар, дәрігерлер, инженерлер, мұғалімдер толып жатыр. Жақсы, тамаша. Біздің әдетте қазақта мынау жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейтіні бар ғой. Ол жақта да мұғалімдік қызмет атқардыңыз. Елге келіп қанша уақыт жүрсіз. Енді екі жақты салыстыра келе, алатын алмайтын қандай жерлеріміз бар екен? Енді көп жерлер бар. Себебі мәселен Иранда мен мәселен жаңағы 16 жыл мұғалім болдым. 8 жыл мәселен бастауыш мектеп пен нелерде жүрдім. 8 жыл кейін мәселен университет бітіргеннен кейін жаңағы дайындық курс дейді бізде. Дайындық курс деген мәселен бізде 12 жылдық қой. 6 жыл бастауыш мектеп. 3 жыл орта білім алу мектебі. Кейінгі 3 жылы ол арнайы жаңа мамандық бойынша. Мәселен сіз әдебиет па, я экономист болыңыз келе ма, я дәрігер болыңыз, инженер болыңыз, сөйтіп бөлінеді. Мәселен мен әдебиет, Иран парсы әдебиеті және несін бітірдім, 3 жылдығын. Сосын Техранда ұлттық университет қазір Шәйіт Бейіш деп аталатын жерде мәселен жаңағы нені бітірдім. 5 жыл психолог, педагог болдым. Одан кейін мәселен жаңағы ағылшын тілінің мәселен сабақ беру несіне teacher training college дейді. Мына педагогика институтында оқыдым. Соның бәрін бұлай жиып келгенде есептеп мені мәселен жаңағы неге қойды? Дайындық курсқа қойды. Не сабақ берді? Ислам философиясы, психология, логика. Соларды мен мәселен 8 жыл бойы мәселен осы пәндерді сабақ бердім. Парсы әдебиетімен қоса, парсы тілімен қоса дегенде. Соның бәр нелерінен өттім. Ал сосын Истанбулға барып магистрант оқып бітірген кезде мына Казгудан маған шақыру келді. Жаңағы Шығыстану факультетінде парсы тілінің мұғалімі ретінде шақырылып, содан келгенде ең бірінші байқағаным бізде қазақ тілінде сөздік жоқ, жарып сөздік.
мәселен Нұртас Оңдасынов ағамыздың сөздігі бар, кірме сөздер. Мәселен, өте керемет сөздігі. Оған мәселен өте үлкен жұмыс, оны да айтуға тура келеді. Бірақ енді жалпы мына сөздікті мәселен оқулық ретінде, оқу құралы ретінде сол жоқ еді. Мен бірден сол жұмысқа кірістім. Мәселен, өзің білесің ки, сол жұмыс бабыммен жүргенде парсы тіл маманы ретінде 3 сөздік 2 оқулық жазып, мінеки күні бүгінге дейін жаңа Ауғанстандан, Тәжікстаннан, Ираннан келген қазақ диаспорасы және сол жақтың жергілікті мәселен азаматтар сол кітаптарды пайдаланып маған рахмет айтып жүр. Үлкен оқу құралы ғой. Кезінде мәселе Міржақып негізін қалаған қазақ орыс сөздігімен қанша қазақ қандасымыз сол сөздікпен тілі өзінің сауатын ашты. Сол секілді бұл да үлкен бір оқу құралы. Сол болмаса ол мәселе тілді сен қалай үйренсің? Енді осы жерде бір мәселені сізге айтып кетсем, егер артық болмаса, мәселен осы 1-2 күн бұрын Ясауи университетінде өзіңіз білесің, қазақ тілі, ғылым тілі, дәстүр және инновация деген симпозиум өтті ғой. Сол симпозиумда мәселен көптеген қазақтың белгілі ғалымдар, академиктер қатысты. Сонда мен өзімнің қазақтың тілінің дамуына бір 3-4 ұсыныс айттым. Соның 1-2-ісін айтайын. Қазақ тілінің дамуына өте мәселен несі маңызды бірінші бар ғой, әрбір салада сөздік керек. Мәселен математикта, мәселен физикте, анау-мынау сөздік керек. Екінші, әрбір салада міндетті түрде қазақ тілінде оқулық керек. Мәселен айтайық, жаңа физик ең мәселен күшті, мәселен жаңа әдебиет қай тілде, мәселен ағылшын тілінде болса, ағылшын тілден физикті аударып, жеңілдетіп, мәселен оқулықтар жасау керек. Енді біреулер айтады, ой-бой, термин, анау, мынау деп қиындату қажет жоқ. Мәселен, Иранда қандай әдіс болды? Иранда мәселен физикті аударады, көптеген нелер бар ғой, мәселен терминдер. Терминдер, егер мәселен фарша баламасы табылмаса, сол күйінде пайдаланады. Сосын 1-2 жылдан кейін не болады? Оған балама табады. Балама тапқанда сол баламаны жазады, жақшаның ішінде бұрынғы термин жазып қояды. 2 жылға дейін. Сосын жаңағы әбден ана адамның зейінде сіңгеннен кейін оны алып тастайды. Ал сосын 3-ші артықшылығы не? Тіл білімі академиясы бар. Бүкіл терминдерді қадағалап отырады. Мәселен, әрбір термин, мәселен, кез келген салада енді ма, оны мәселен әрі кетсе, 1 айдың ішінде бүкіл мәселен Иран бойынша мәселен соны пайдалануға міндетті. Бізде мәселен сол кемшін тұсы. Мәселен, біздің академиялық жаңағы тіл, қазақ тілінің академиясы болса, жоқ, ол институт аздық етеді. Академиялық деңгейде болу керек. Мысалы, бүкіл мәселен жаңағы саладағы терминдерді қадағалап отыру керек. Қазақиландырып отыру керек. Сосын соны әбден пісіріп жетілгенде, мәселен бір терминді қазақ тіліндегі терминмен ауыстыратын кезде жаңағындай әдіспен 2-3 жыл оны жақшаңышына пайдаланып, одан кейін әбден сіңіскеннен кейін ана бұрынғы шетелден келген терминді алып тастау керек. Біз мысалы сол әдісті пайдалансақ, ол қанша сіз көп сөйлеп, өзіңіз мысалы, біз бұл жерде һәм мәселен министрліктің де бір міндеті болу керек, ғалымдардың да. Ғалымдардың мәселен мен көрдіңіз, мен сізге айттым, мен мәселен шығыстанушы ретінде бірінші міндеті не болды? Сөздіктер мен оқулықтар дайындадым. Екінші мәселен жұмысым не болды? Жаңа оқу құралдарын барлық мәселен жаңа қазақтың тарихына байланысты көрдің бе? Менікі көбі қазақ тарихы парсы тілінде болғанда, мен парсы тілін күні түні аударып келе жатырмын. Мәселен, бір тарих Рашидиге 20 жыл уақытым кетті. Білдіңіз бе? Неге? Жағдайдың мәселен онша көп болды. Жағдай болса, көмекшің көп болса, ол мәселен 7 жылға да қысқартуға болар еді. Әрине. Бірақ енді мен соным жыланып отырғаның еш пайдасы жоқ. Ой, жағдай жоқ, анау жоқ деп. Адам қарамау керек. Сен деген мына мұғалім болғанда, ғалым болғанда басты қасиетің сенің деген махаббатың. Еліңді сүйіп, мәселен еліңнің келешегіне мен осы ғылымды жасаймын деген керек. Шаршадым деген, я мәселен кемшіліктерді айтып жыланғаннан түк шықпайды. Біз мысалы
Оны мәселен мен қазір не үшін моральный правам бар айтуға, кез келген мәселен жаңағы комиссия, кез келген журналистер, кез келген келіп менің еңбектерімді сараласын. Мәселен мен осы 34 жылда қандай еңбек жасадым, қандай қоғамдық жұмыс қараластым, сосын мәселен қандай бала шағамды тәрбиеледім. Мысалы жаңа қазақ тілі дедім, мәселен бірінші қазақ тілін деген үлкен жетістікке жететін ол шаңырағың. Мен мысалы өзіңіз қараңыз, Иранда парсы, араб, ағылшын тілін, ал Түркияде түрік тілін, ағылшын тілін оқыдым. Солай ма? Сонда мен ешқашан қазақ тілін оқыған жоқпын. Сонда мәселен мына жерде келіп алып, ислам, қош келдің, қазақсың, қазақпын. Қазақ тілін мен білмеймін, кешіріңіз, мен мынандай шет тілдерді оқыдым деп мен айтуға правам бар, мыналар сияқты. Кешіріңіз, мен орыс тілінде оқыдым, мәселен қазақша білмеймін. Ол не сондықтан? Ал мені неге мәселен қазақ тілі мәселен бейіммін? Себебі мен бірінші жаңағы сыныпқа барып, үйге келіп, менің достарым менімен парша сөйлейін дегенде, менің ата әкем тиым салды. Мына шаңыраққа қарап сөйледі. Әйтпесе Иранда тудыңыз. Иә, мен Иранда тудым. Мен мәселен айтарам ғой. Мен қазақша, мен 1990 жылы шақырды ғой. Сол жылдан бастап мен қазақша сабақ бере бастадым. Не үшін? Себебі 1977 жылы жаңағы отан қоғамы, біздің отан деген бір газет шығарды, төте жазуға кирилл жазумен. Сонда бір кестесі бар еді. Сол кестеден мен 1978 жылы байланыс жасап жаңаны алғыздым. Қазақстаны. Сосын 10 томдық сөздік бар ғой. Соны алғыздым. Сосын басқа да мәселен жаңағы білетін ақындарымыз, мәселен Исраил Сапарбай, сол кезде Тұрсынай біз белгілі болған. Солардың мәселен кітаптарын алып, аздап танысып, оқып, дайындалып келдім. Шетте жүрсем де. Ал сол жерде жүріп, мәселен жаңа сөздік жаздым. Сол жерде жүріп, мәселен оқулық жаздым Иран қазақтарына. Неге? Ана Иран қазақтары көрсем тілдері шұбарланып бара жатыр. Сосын мен оларға айттым, жақын арада қияли адамбыз ғой. Қазақстан деген тәуелсіз ел болады. Сен сонда қалай сен қазақпын деп айтсаң, әкелерден үйренген сөздерді оларға айтам да, сен елге барғанда қалай қазақпын, тілін, дінін білмесең деп. Сосын жаңа деген қазақ қоғамын аштық. Қазақ қоғамында қазақ мұғалімін дайындадық. Ақберді деген. Қазір Ақтауда Ақберді деген мынандай мұғалім болды қазақ тілінде. Ол мысалы жаңағы деген жастарды деген тарттық неге? Бұларды мәселен қазақша үйретіп, енді өзіңіз есептеңіз, 1980 жылы, 1978-ден бастап сөздік дайындай бастадық. 1980-де 32 беттік оқулық жаздық. Енді біреуіміз де мәселен жаңағы деген қазақ мектебін оқыған жоқ. Біз қазақшаны әкеміз шаңырақта үйретті. Сосын жаңағы отан қоғамының кітаптарынан оқулықтар жіберді ғой. Қателеспесем Сапарбайдың мәселен қазақ тілі деген кітабын жіберген. Сондай кітаптардың бір-екеуі бізде барады. Соны деген оқып, бойымызға сіңіріп, соны фаршаға аударып, төте жазуға жазып, жаңағыны оқулық бар. Мінекей, соны мәселен менің архивімда тұр. Нияз Тобыш деген бауырмен бірге екеуміз соны жаздық. Онда мәселен біз бұл жерде көрдің ба, ана мақсат, әке шешең сені деген, мына осындай қазақ деген елің бар. Сен қазағыңды сүй, қазақ болу үшін тілің мен дініңді сақта деп үйрететін шаңырақта ата болса, яғни бәр зат оңай болады деген сөз ғой. Біз мысалы бәр зат қиындатамыз. Мен мәселен ешқашан жаман қараймаймын, айтпаймын, мәселен қазақ тілі ғылым тілі емес. Ғылым тілі ету үшін жолы оңай. Мәселен мен Түркияны 1979-дан бері зерттей бастадым. 1980-де жаңағы әскери төңкеріс болып Кенан Эврен келді. Кенан Эврендің сол дәуірде мәселен Торғот Озал премьер-министр болды. Адам, жаңа Ираннан 4 жылдан кейін Истанбулға қайтып келгенде адам сенгіз өзгерістер болды. Қара бір тұлға. Торғот Озал Түркиян деген бар ғой. Анандай кедей, мүсәпір халынан деген үлкен бір деңгейге көтерді. Онда адамда деген ниет болу керек, сүйіспеншілік болу керек. Мәселен жаңағы
мен ойланам да, сіз мәселен біздің алаштар өздерінің деген отбасын құрбандыққа шалды, өздерін құрбандыққа шалды. Не үшін? Ал енді біз тек бәр затты мына дүнияви көзбен қарасақ, бір ер азамат мынандай құдіреті болу керек. Һәм өзінің деген отбасын тәрбиелеп, бағып, соны деген өзінің қармағында жетілдіру міндеті бар, отбасына ең бірінші. Ал одан кейін mesela қоғамына, ағайына шынайы көмек бере, сосын жүрегі деген тек ел деп соғып, бүкіл егер мәселен жаңағы қызметін ел үшін арнасы бар ғой, еш қашан ол шаршамайды. Сол үшін мысалы біздер деген мәселен осындай үлкен мәселен жаңағы жұмыстарға деген қадам басаламыз. Ал енді болмайды десең болмайды. Алла тағала саған деген болады десең болғызады. Мәселен не бар біздің түсінігімізде? Сенен әрекет, менен берекет дейді Алланың сөзі. Біздің түсінігімізде әкелеріміз үйреткен. Біз маған мәселен әкем не үйретті? Сен еңбекқор бол, адал бол дейді. Сосын бір атам не үйретті? Сіз дейді мәселен дүния қума дейді. Еңбек ет, дүния сені қусын дейді. Ал бір жерде ата не дейді? Мәселен мынандай табысқа қалай жеттің деп сұрақ қойғанымызда, мен өмір бойы беделге қызмет жасадым, енді бедел маған қызмет жасап жатыр дейді. Мәселен 70-тен асқанда, мәселен олар сыртқа көп шықпай, мәселен табыс үйге келе береді да. Сонда мәселен біз таңғалып сұраймыз, біз күні-түні жүгіріп ақша таба алмаймыз. Сіз үйде отырып мәселен қалай ақша табасыңыз дегенде, себебі мен өмір бойы беделге қызмет жасадым, енді бедел маған қызмет жасады. Оның себебі мәселен бір мысалмен түсіндірейік. Бір күн жаңа бір кісі бір компаниядан барып мәселен бір жүк тасымал машина сатып алайын дейді. Оның бағасы $100,000 ғой Иранда. $20,000 бересің, қалған кредитпен төлейсің ғой. Жаңа компанияның бастығы айтып, сен түріңе түрікмен емессің, қазақсың депті. Иә, қазақпын депті. Сен жаңа Ажақмұрат танисың ба депті. Әрине танимын депті. Сол кісі депті, маған бір телефон соқсын. Иә, мына қағаздың сыртын бір қол қойсын, машина алып кет депті. Басқа қазақ бар ғой, менің жоқ, мен тек сол кісі сенем депті. Сонда мәселен жаңағы біз әкемізден сұраған сөзін бұрын жастау кезімізде түсінбедік қой. Бір күн жаңа біздің үйге келді әкемнің бажасы. Сосын осылай деді, ол телефон соқты, анаға мына кісі бүкіл біздің қазақтың бастығы, сен бұған неге машина бермейсің деп күліп айтты да, анау айтты, ажаға мен қайдан білейін деді, қазір келіп алып кетсін деді. Қараңыз, $100,000 машинасын, мәселен бір ақсақал неге бермейсің, қазір алып кетсін деді. Онда демек қара, өмір бойы мен беделге қызмет жасадым, енді бедел маған қызмет жасады. Енді біздің мәселен жаңа Ирандың мына жақын айырмасын айтайын да. Бұл жерде мәселен сені оп-оңай алдап кетеді. Ол жерде оп-оңай алдай алмайды. Өте қиын алдау. Білесің неге? Ана базардағы адамдар бар ғой, мәселен әрбір саланың сіз кім екен, мен кім екен бәрін біледі мысалы. Мәселен кімге сену керек, кімге сенбеу керек. Жаңағы мынандай сөз бар. Адал адам дейді да, сенің бүкіл мүлкіңнің дейді ортағы дейді. Себебі сіз мысалы жаңағы менің мәселен оның баласы тау 600 шақырымдағы жердегі мәселен кілем сатушы бір фабрикаға барады. Мен пәленкестің баласымын дейді. Онда ол телефон соқсын, бір телефон соғады. Ажаға мынау сенің балаң ба? Иә. $100,000 кілем сұрапты. Ойбай бер, алады да кетеді. Қара. Бір сөзбен. Бізде мына сол мәселен жаңағы деген не қалыптаспаған біздің қоғамда. Жаңа айырмасын сұрап отырсыз ғой. Сенім қалыптаспаған. Мысалы айтқан күні бұлар деген бар ғой, өзінің бойындағы киіп жүрген киім болса сатса соны төлейді. Енді мәселен мен бір мысалмен аяқтайын бұны, бұл керек әңгіме. Бір күн мына әкем төсектер ауырып қалғанда мен бардым. Бір түрікмен кісі келді да, ажаға деді, мен ұяттымын деді. Не болды деді? $10,000 берешегі бар екен да, ана түрікменнің мына әкемізге. Мен мына $10,000 бір аптан кейін сізге төлеуім керек, бірақ жағдай болмай тұрып, 6 ай маған уақыт бересің бе деді да. Сонда білесің әке не деді? Я уақыт берем деді. Бірақ сен оны маған емес, менің жолдасыма төлейсің деді да. Өзін қарама сезді бұл дүниеде бұны. Әкем қайтыс болды, бірақ 6 айдан кейін ана
қараңыз, Аразгелди Сардаст. Қазір Түркмен Иранда тұрады. Горганда. Сол кісі 6 айдан кейін мен анамды іздеп барып, ана $10,000 тапсырды ғой. Бұл жерде кім сөйтеді? Бұл ертегі мемлекет та. Оның мәселен жаңағы енді айтып отырмын ғой, саясат пен мәдениетті бөлек қарағанда бір ерекше мәдениетті жер ғой. Жаңа деген мәселен сауда жасағаныңда білесің, жақсы кім, жаман кім. Міне жерде білмейсің ғой, жақсы кім, жаман кім. Бәрі күліп тұр. Кейде өкініштісі ол кеңес үкіметінің құрсауында жүріп, сөзге тұратын, уәжге тұратын қазағымыз бұзылды деп кейде соған кінәлатамыз ғой кейде. Енді сол мәселен көптеген нәрселер бар біздің мәселен жаңа деген салыстырғанда. Жаңа қоғамдық қатынастағы кемшіліктеріміз қазірге дейін толық жойылған жоқ. Соның мәселен жойылса деп армандаймыз ғой. Біздер енді ойлайтынымыз мәселен біздің мәселен үйреткен, сен өзің руыңды біл, неңді біл, бірақ ешқашан тілге тиек етпе. Себебі мәселен бізге айтады, басқа жерлерде де қазақтар бар, Түркияда қазақ бар, Ауғанстанда, Еуропада қазақ бар. Ертелі кеш сіз олармен деген қарым-қатынасқа кіресіңіз. Сол кезде сіздерді біріктіретін бір сөз бар. Ол не деді? Қазақ деді. Сен руыңмен жақындаса алмайсың. Қазақ сізді біріктіретін. Көрдің ба? Біз сол мәселен жаңа деген шағын мына дүнияви мәселен жаңағы біресе өтірік рушылдық, біресе ақша құмарлық, біресе шен құмарлық біздің деген жаңағы қазақи ұлттық елдік махаббатын біз ажыратып жатыр ғой. Білдіңіз ба? Біз мәрттік не, адал болу не, ел сүю не, сол құндылықтарды, қасиеттерді жоғалтпасақ та, сол өте бір қиын. Ал енді осылардың бәрі қалпына келсе, сен еліңді сүйсең, сен мәрт болсаң, не болсаң, сенің тілің де қалпына келеді. Білдіңіз ба? Сенің тілің ғылым тілде болады. Ол ғылым тілі болу үшін манағы 3-4 несі факті керек та. Бір жағынан жаңа ғалымдар жанкештілік жасау керек. Мәселен сөздік пен оқулықтар дайындалу керек. Бір жақтан мәселен жаңағы билік көңіл бөліп, мәселен бір жүйеге салу керек. Бітті. Тамаша, жақсы. Ислам аға үлкен келелі мәселелерді қозғадыңыз. Оның бірі мынау, өзге жерде тусаңыз да, сол өзге жерде өссеңіз де, сол жерде жұмыс істесеңіз де, туған тіліңізді ұмытқан жоқсыз. Өйткені сол кезінде 30-шы жылы жер ауып барған әкеңіз Ақмұрат қажының аманаты тәрбиесінің арқасында. Өкініштісі сол өзін айтқандай, елде жүріп те сол өзіміздің тілімізді үйренбеген қанша қандастарымыз жүр. Ол бір. Екіншісі, ғылымдағы жанкештілікті айтып жатсыз. Әрине ол кез келген қазіргі жас қоғам фанатизмге бара алмайды. Мен жанкештімін, ғылым елім үшін деп, жаңағыда болмаша айлыққа жүре алмайды. Осыны мемлекет тұрғыдан шешілу керек. Мынау мәселен 20 жыл тарихи Рашидиді аудару үшін ғылым жолын жұмсады Ислам ағамыз. Дәл осындай нәрсеге өзге елде, Еуропа елдерінде миллиардтаған ақша жұмсалады. Осындай үлкен ғылыми еңбек үшін. Дәл сол секілді мемлекеттің де жүйелі түрде айналысатын тілгі демек біз. Келесі сауал, мынау Мағжан ақын жырлайды, күллі мынау түркі жұртына атақты болған Мағжан Түркістанды ертеде Тұран дескен деп айтады. Тұран деп жатырмыз бүгінде, Түркістан деп жатырмыз. Жалпы мынау Тұран деген кезде мынау Ихан мен Сауранның арасындағы, Кентау мен Дарияның арасындағы Түркістан емес бұл. Осы Тұран ұғымын өзіңіз тарқата кетіңізші. Мәселен, былай, қазір мәселен біз 5 республика бар. Мына орталық Азия дейміз ғой. 5 республика. Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан. Мәселен, осы 5 республика мәселен орталық Азия деген бүгінгі орталық Азия бұрын одан бұрын Түркістан деп аталған еді. Түркістаннан бұрын Тұран деп аталған еді. Ал қорытындылап айтқанда ежелгі тарихы Тұран аталған. Орта ғасыр тарихта Түркістан деп аталған. Ал 20-шы ғасыр 1924 жылдан бастап орталық Азия деп аталған. Мінекей. Бұны біз ажыратуымыз керек. Әр мәселен дәуірдің өзінің ерекшелігімен. Ал Тұран деп нақты жазба деректерге қарағанымызда Авеста кітабында жазылған. Туранның елі, оның патшасы Афрасияп деп. Бұл мәселен кітап қашан жазылды деп сұрақ қойсаңыз, мәселен жаңа Авеста кітабын бар ғой, ирандықтар пайғамбар сайын Зартош жазған деп есептейді. Ал енді ол бірнеше мың жыл бұрын жазылған. Мәселен бір бөлігі мәселен енді Авеста танушылардың айту бойынша біздің заманымыздан 2000 жыл бұрын жазылған.
бір бөлігі кітаптың біздің заманымыздың 1000 жылдығында жазылған, бір бөлігі мәселен біздің заманымыздың мәселен 6-7 ғасырында жазылған. Мәселен сол бөлігінде деп есептейді. Мына мәселен жаңа Туран елінің және Туран елінің патшасы Афрасияп деп. Енді қызықты қара. Туран елінің Афрасияп деген жаңа патшасының мәселен қалай қайтыс болғанының өзі жұмбақ. Білдіңіз бе? Себебі ол Афрасияп Иранды 12 жыл немесе 28 жыл билеген. Әр түрлі мәселен деректер бойынша. Енді ең азында мәселен жазылғаны 12 жыл деп мысалы. Енді мәселен ана Авестаны мен бір дерек ретінде қарап отырмын. Авестада мәселен Туранға я Афрасия қандай баға берді деп қарап отқан жоқпын. Дерек ретінде қарағанда, яғни бірінші жазба деректе мәселен біздің Туран деген атау сол кітапта жазылған. Ал енді бұл Туран қай уақытқа дейін Туран болып келген? Жаңа 751-ші мына Тарас шайқасы болады ғой. Одан кейін ислам дінін біздің осы түркі елі болған мәселен себебі түркештер түркі елі ғой. Түркі елі болған кездегі мәселен 751-ден кейін еркін түрде исламды қабылдайды. Сонда мәселен жаңағы мына Туран елі арабша аталып кетеді. Неге? Арабтардың мына жерде ықпалы күшейеді ғой. Туран елі, яғни кешірім түркі елі болады Түркістан, Стан ана қатыстылықты көрсетеді ғой. Яғни түркілердің елі деген сөз. Көрдіңіз ба? Ана елі бұрын түркілші еді, енді арабша болып кетеді. Онда мәселен жаңа дәнекерлік жасаған Иран. Себебі ортада біз тікелей арабтар мәдениеттен байланысымыз болады. Біз парсы әдебиет, Иран әдебиеті, Иран мәдениеттің дәнекерлігімен біз олардан алып отырдық. Көрдіңіз бе? Сосын мәселен бұл жаңағы 750-ден мәселен орта ғасыр басталады деп есептейміз, Түркістан деп аталады. Мен қазір дәл есімде жоқ, бірақ бәрі мына ана тілі газетінде жазғанмын. Мәселен қай жылы хатқа түскен, Түркістан хатқа түседі. Содан бұлай Түркістан аталып кетеді. Қай уақытқа дейін? 1924-ке дейін. 1924 жылы орталық Азия аталып, ана бұрынғы Түркістан жаттан ұмытылады. Ұмытуға, бірақ енді ол жүздеген жыл тарихы бар, қалай ұмытылады? Сол үшін біз мысалы жаңа қазіргі түркі халықтарының жаңағы деген Туран одағы деп жүрген, сол біздің ортақ 1700 жылдық па сондай ортақ тарихымыз бар ғой. Біздің мәдениетіміз, тіліміз жаңа 3 топқа бөлінеді ғой. Қыпшақ, Оғыз, Қарлұқ. Бірақ бәрібір түбірі бір. Білдіңіз бе? Түбірі бір болғасын, сосын қазір біз кезінде империя болдық қой. Енді біз империяда болғымыз келмейді. Бірақ өзімізді қорғау үшін жаңа біз мәселен тарихта қарап отырсаң, қалай біз ауландық алауыздықтан. Алауыздықтан жеке хандыққа бөлініп, жаңа деген мәселен отаршылдар бізді аңдып отырып, аулап отырды бізді. Сосын сөйтіп мәселен 20-20 ғасырға кіргенімізде біз әбден ауланған, есімізден тайған, тарихымыздан безген, уланған халық болып шыға келдік. Енді мәселен қарап отырсаңыз, мысалы біздің түркілік тарихында бар ғой, ешқашан сыртқы жау бізді жеңе алмаған. Сыртқы жау қалай жеңген? Ылғи ішімізге алауыздық тудырған. Яғни біздер өзіміздің алауыздығымыз, ішкі талас-тартысымыздың құрбаны болған адамдармыз, еліміз былай айтқанда. Енді мәселен қазір біз біреуге күш көрсетіп отқан жоқпыз. Біз түркі елдер бір-біріне арқа сүйеп, ел болып, мәселен жаңағы шабуылшы, отаршыл күштердің қарсысында мықты ел болайық, болды. Өз-өзін қорғай алатын, өзінің мәселен жаңа мәдениетін еркін түрде ары қарай дамытатын. Сосын қараңыз, түркі елдерінің мәселен барлық жерде сіз зер салсаңыз, киімдерін қара, барлығы мәселен ұлттық киімде бар ғой, бәрі нақышты, сәнді жақсы көреді. Білдіңіз ба? Біз ислам дінімен қарсы емеспіз. Ислам дінінің деген мына әлемде өркендеуіне, жетілуіне
басты еңбек түркілер жасады. Әрине. Егер түркілер болмағанда ислам дінде болмас еді. Мәселен, мен сізге бір қысқаша мәлімет берейін. 751 жылы, мәселен, жаңағы Қытайға қарсы соғыста қарлұқтар мен халифат бірігіп, жаңа шабуылға тойтарыс берді. Бұл бірде. Қара қарлұқ түріктері. Ал мәселен, жаңағы 1258 жылы жаңа Бағдатты Холакуған жаулап, сосын одан кейін Сирия, Мысырда ислам жоям дегенде, оған тойтарыс берген кім? Мәселен, жаңағы Құдыс бен Сұлтан Бейбарыс. Олар кім? Қыпшақтар. Тыңдар енді, қысықты. Ал 5 жылдан кейін, мәселен, бұлардың әдісін үйреніп, Османлылар қолға алады ғой. Халифатқа, мәселен, 1228 жылы халифат жойылды ғой. Сұлтан Бейбарыстың ақылдылығын қара. Жаңағы Аппас ұрпағынан қалған біреуді халифа қылып қойды да Мысырда. Білдің бе? Соның аузынан сөз алды елдің алдында. Сұлтан Бейбарыс ислам әлемінің сұлтаны, Бейбарыс ислам әлемінің сұлтаны деп, ананың фатвасын алды. Көрдің бе? Сөйтіп, мәселен, заңдастырды. Яғни, құлдар қаяқтан шықты дегенде, құлдар болса да, оны мәселен сол ислам әлемінің халифаты жаңағы құптап отыр ғой. Білдің бе? Соған көрдің бе? Бұл дайындады. Кейін мәселен Османлылар, мәселен жаңағы мәмлүктердің патшалығын неттіп, күйретіп, өзді қолына алғанда, олар деген заң түрде халифат анып кетті ғой. Османлы халифаты. Ал оның негізін кім қалап кетті? Жаңа Сұлтан Бейбарыс қалап кетті. Көрдіңіз бе? Ал қызықты қара. Сұлтан Бейбарыс кім? Қыпшақ. Ал Османлы кім? Оғыз. Оғыздар. Қара, онда ислам тарихының енді қара, ислам тарихында ешбір түрк бір-біріне өкпес жоқ та. Себебі қарлұқтар, өзбек пен ұйғыр болсын, қыпшақтар, қазақ, татар, құмық, басқалары, сосын жаңа оғыздар, Азербайжан, түркмен, Анадолу нелері, көрдің бе? Үшеуінің де түркісінің ислам әлеміне, ислам өркениетінде тікелей ықпалы болды. Яғни түркілер бір-біріне де өкпес жоқ. Бәрі бірігіп исламды әлемдік өркениетке көтерді. Сонда біз исламның жанашыры, исламды шынайы қабылдайтын елміз. Сосын кейде мәселен айтамыз, біз мәселен өзіміздің ұстанымыз бар, өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің киіміміз бар. Қазақ деген қараны жақсы көрмейді дегенде, ол исламмен қарсылық емес. Сен исламнан ешқандай сауатың жоқ, ұлттық мәселемен сауатың жоқ. Барат бір жерге қара киімді киіп мына жаққа келеді, адамдардың жүректеріне деген күдік тудырады. Білдіңіз ба? Ал сен мәселен жаңағы жамылғыны біздің қай қазақты көрдің мәселен бұрынғы заманда ұзын көйлек киеді, орамалы бар, жаулығы бар, киімшегі бар, жасына қарай. Солай ма? Ол мінеки жамылып жүр ғой. Ал енді мәселен Еуропа киінгендер үндемейсің. Ал енді мәселен жаңағы мынандай қазақи киінсе, оны совхозник дейсің, ауылдікі дейсің. Ал енді анандай кисе не болады? Мәселен қазір араб елдері бар ғой, өздері деген қара киімнен безіп, мына түрлі сәндікке өтіп жатыр. Қазақ халқы бұрыннан, түркі халқы бұрыннан деген сәнді жақсы көреді, бұрыннан деген сұлулықты жақсы көреді. Алла тағала деген бұл әлемді сұлу жаратты ғой. Не үшін сұлулықты жек көру керек? Сен мәселен сыртың сұлу болсын, сыртың сұлуымен жаның да сұлу болсын. Сен не пайдасы бар сен өзің жауып алып, жаның сұлу болмаса? Біз мысалы мына сұлулықты, жан сұлулығы, тән сұлулығы бірге алып жүруіміз керек. Себебі әр бір адам бар ғой, мына болмысымыз. Бізде екі сұраныс бар. Біреуі тәни сұраныс, біреуі рухи сұраныс. Мәселен, сен тәніңдің сұлулығын сақтамасаң, ол рухи сұлулығың не пайда? Рухи сұлулығың мәселен анаған несі сәйкес келмесе, оның не пайда? Екеуін деген Алла тағала деген екеуін сәйкестендіріп ұстай білсең, сен сонда адамсың ғой. Мен мәселен сонда жаңа көрінісімді әдемі болса, жанымда әдемі болса, қазақта бір сөз ғой, нұр үстіне нұр болады ғой. Әрине. Сосын бізді қазақты біріктіретін жаңағы біздің деген майда
жаңа отбасылық, я мәселен жаңа ағайындық, я рушылдық емес. Бізді деген үлкен мақсаттарға жетелейтін қазақ сөзі, қазақтың деген мәселен қандай керемет мәселен адамгершілік, салт дәстүрін деген әлемдік деңгейде көрсете білсек, мәселен әлемдік өркениетте ешбір мәдениеттен кем еместігін көрсете білсек, ісімізбен, сөзімізбен, сонда барып мәселеміз қазаққа қызмет жасағанымыз. Біз сүйейік қазақ деп. Бәрекелді, тамаша. Мінекей өзіңіз жақсы келелі мәселелердің басын көтердіңіз ғой. Мәселен, жаңа ислам ғалымдарда хабарымызға бірнеше рет айтқан еді, пайғамбарымыздың хадисі бар, түріктерге тиіспеңдер деген. Өйткені сол үлкен исламды өркендеткенде сол исламның батырлары, ислам түркіден шыққан батырлар мен хандар, бектер, сондай-ақ ғалымдар, үлкен ислам ғалымдары да сол түркілерден шыққандығын айтылады. Мінекей бұның өзі тегінен тегін емес. Жалпы үлкен хабардың түйіндемесінде мынау қазақты біріктіретін қазақ сөзі деп жатырсыз ғой. Лайым солай болсын дейміз. Әрине Тұран сөзінде түркі тарихын, қазақ тарихын әрине күндеп те сағаттап та айтуға болады. Дей тұрғанмен исламаған уақытқа бағынбасқа болмас. Қадыр ағамыз жырлайды ғой. Бүгін маған керек емес ертегіні балам өзі шертеді. Тарих керек, іргетасы қазақтың, іргетасыз қаланбайды ертеңі дейді. Осы өздеріңіздей ғалымдар іргетасын қалайтын қазақ халқының жазарыңызда көп болсын әлде. Үлкен тарих еңбектерді мұра етіп қалдырдыңыз. Қазақта жақсы сөз бар, ғалымның хатымен жақсының аты өлмейді дейтіндей. Шәкірттеріңіз бен іздеушілеріңіз көп болсын, еңбектеріңіз жандана берсін. Рахмет. Жақсы. Ардақты әлеумет, осымен хабарымыз тамам. Амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.